Біз қазір дыбыс жылдамдығын қарастыратын боламыз. Ол үшін ең біріншіден біз бұлттарды және де үйді, үшінші бізде адамды елестетейік. Ең бірінші адам мен үйдің арасының арақашықтығын 340 метр деп алайық. Және де біз білеміз, жарық жылдамдығы 1 секундта 300 миллион метр секундта бағындырады, өтеді, яғни 1 секундта 300 миллион метр секундта. Ал бізде дыбыс жылдамдығын 1 секундта 340 метр секундта өтеді, яғни бағындыратын болады. Енді қазір эксперимент жүргізіп көрейік, виртуально. Яғни найзағайдың жарқылын қараңыздар. Яғни 1 секундта 340 метр жол жүріп өтті, яғни бірден өтті 1 секундта. Өйткені ең біріншіден бізде осы найзағайды енді өмірде көресіздер ғой, жарқылыншы кәдімгідей. Сол кезде ең біріншіден біз жарығын көреміз, найзағайдың жарқылын. Одан кейін ғана бізге оның дыбысы естіледі. Сондықтан бізде жарық жылдамдығы, айтып кеттім, 1 секундта 300 миллион метр секундты құраса, ал дыбыс жылдамдығы 1 секундта 340 метр секундты құрайды. Яғни өте аз жарық жылдамдығынан дыбыс жылдамдығы. Ал енді қараңыздар. Осы үй мен адамның арасындағы арақашықтық 1360 метрді құрасын делік. Енді қайттан біз найзағайдың жарқылын жіберіп көрейік, қараңыздар. Яғни найзағайдың дыбысы адамға 4 секундтан кейін бірақ естілді. Жарқылдан кейін.